Қайырлы күн. Біздің қол орталығымызға республика және халықаралық жолдар бойынша көптеген қоңыраулар түсіп жатады. Солардың ішінде ең жиі қойылатын бірнеше сұрақтарға тоқталып өтсек, ақылы автомобиль жолдарының төлем ақысын қалай төлеуге болады? Ақылы автомобиль жолдарының төлем ақысын қолма-қол немесе банк карталары арқылы және де онлайн төлеуге болады. Мысалы, ақы төлеу пункттеріндегі шлагбаумға жақындаған кезде терминалға қолма-қол ақша төлеу арқылы төлеуге болады. Және де E100 жанармай картасы бойынша банк карталары арқылы жол ақысын төлеуге болады. Интернет банкинг арқылы, яғни екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы төлеуге болады. Ол үшін қосымшада төлемдер бөлімінде ақылы жолдар бөлімшесіне өту арқылы тіркеу номерді латын әріптермен жазып, сумманы енгізіп толықтыруға болады. Сонымен қатар электрондық әмияндар арқылы төлеуге болады. Мысалы, Kiwi, Касса 24 және теңге қосымшалары арқылы. Сонымен қатар Актив, Кейсел, Билайн байланыс операторларының номерлерін пайдалану арқылы, ол дегеніміз 5505 номеріне сумма, жол ақысы және де мемлекеттік тіркеу номерінің арасын ашып жіберу арқылы толықтыруға болады. Көлік құралының ақылы автомобиль жолдарымен жүріп өткендігі туралы ақпаратты қайдан алуға болады? Ақылы участке бойынша жол жүру бойынша толықтай мәліметті kastol.kz сайтынан көруге болады. Ол жерде жеке кабинет ашып тіркелу қажет. Ол үшін тек қана электрондық почта талап етіледі. Және де сонымен қатар жеке кабинетте абонемент қосуға және де көліктер арасында бір-біріне ақша аударымдар жасауға және қате төлеген жағдайда төлемді банктік шотқа қайтарып алуға болады. Сонымен қатар kastol.kz сайтында тас жол бойындағы онлайн трансляцияны бақылауға болады. Ақылы автомобиль жолдарына іргелес орналасқан елді мекендерге жеңілдік қарастырылған ба? Қарастырылған. Ақылы автомобиль жолына іргелес аудандардың жеке және заңды тұлғаларының аталған әкімшілік аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген жеңіл автомобильдері бір аудан шегінде тегін жүре алады. Сонымен қатар, ақылы жол учаскесінде іргелес аудандарда ресми тіркелген көліктер абонемент рәсімдей алады. Абонемент бағасы көліктің түріне байланысты болады. Абонементті онлайн түрде немесе 1403 қол орталығына хабарласу арқылы қосуға болады. Ақылы жолмен жүріп өткеннен кейін төлемді қанша уақытта жасау қажет? Жария шарттың 5.4.11 тармақшасына сәйкес жүргізуші жол жүріп өткеннен кейін күнтізбелік 7 күн ішінде төлемақы төлеу қажет. Және де қазіргі таңда дифференциалды тариф қолданылып жатқанын хабарлаймыз. Оның шеңберінде пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін алдын ала төлем механизмі қосылған. Бұл төлем жол жүргеннен кейінгі толық суммадан 15%-ға аз төлем төлеуге мүмкіндік береді. Ақылы жол төлемін уақытылы төлемеген жағдайда не болады? Төлем уақытылы жасалмаған жағдайда жүйеде берешек ретінде тіркеледі. Сома уақыт өте келе ұлғайып, келесі сапар кезінде бірден барлық қарыз үшін шот ұсынылады. Сонымен қатар, белгіленген мерзімде төлем жасалынбаған жағдайда Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурызда номер 318 бұйрық бойынша екінші тармақ 24 тармақшасына сәйкес материалдар әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 628 бабына сәйкес қарау үшін көліктік бақылау органдарына жіберіледі. Олар өз тарапынан жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, заңды тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салады. Республикалық жолдарға байланысты кез келген сұрақтарыңыз бойынша 1403 байланыс орталығына тәулік бойы хабарласуыңызға болады.